Ақжаулық. Жас жұбайлар бақытты ғұмыр сүріп жатқандай еді. Бірақ арада көп күндер өтпей жатып, жаңа түскен келін оғаш мінез көрсетті. Оған күйеуінің шешесі, яғни өзінің енесі ұнамайды екен. Мен сенің 80-ге келген ауру шешеңді бала құсатып бағып отыра алмаймын. Оны күтіп баптайтын өкіметтің арнайы орындары бар емес пе? Есі дұрыстар ондай ауру кәрі құртаңдарды сонда апарып тастайды. Мен сенің мамаңның иісін сіңген киімін жуып, дәретін төгіп отыру үшін келгенім жоқ, деп күйеуінің миын жеп, ақыры оны өз дегеніне көндіріп тынды. Ана байғұс қайтсын. Бір-ақ күнде қарттар үйінің тұрғыны болып шыға келді. Бұл арада бәрі жақсы секілді көрінгенімен, туған үйіндей қайдан болсын. Бірақ туған үйім дейтіндей үйі қалды ма? Кеңмекенді тар қылып, келіні күн көрсетпейді емес пе? Сөйтіп, қарттар үйіндегі күндері өтіп жатты. Күйеуіне сөзін өткізіп, күшіне мінген жас келін, енесінен қалған бүкіл затты киім-кешектің көзін құртып, біраз шаруа тындырды. Үйге жөндеу жасатты. Одан соң жаңа жиһаз мүлік алдырып, өлмелерді толтырды. Тек дәліздің есігі дұрыс жабылмайтын болғандықтан, оны жаңасымен ауыстырғанша деп, өткенде енесінің қалып қойған жаулығын екі жақ тұтқасына байлап салған еді. Жалғыз сол болмаса, бұл үйде қарт ананы еске түсірерліктей түйір жат қалмады. Есік ашылып жабылған сайын қажалып түтеле түскен ақжаулыққа тіл бітсе, мұңын шағарма еді. Алайда ондай ғажайыпқа жолға не? Бір күні екі кештің ортасында аяқ астынан келінінің іші қатты бүріп ауырды. Жатын бөлмедегі жұмсақ диванға да жете алмай, ішін ұстап, жерге бүктетіліп отырып қалған жас келіннің өңі бозарып, тынысы тарыла бастады. Құдай аңдап, тыстан күйеуі келе қалмасы бар ма? Бірақ ол не істей алады? Ішім, ойбай ішім, деп екі бүйірін ұстап, бүктетілген келіншегін әрең деп демеп төсегіне апарып салды. Сәл тынышталғандай болғанда, күйеуі, жаным, жедел жәрдем шақырайын ба? Деп телефонды қолына алған. Әйелі басын шайқап, жоқ, керегі жоқ, қазір басылар. Одан да ішімді байлайтын бірдеңе әкелші, деді қиналып. Күйеуі үйді он айналып ештеңе таппады. Әйелінің басына орамал салмайтынын да есіне түсті. Бұл үйде орамал жоқ, шешемнің жаулықтары қайда кетті, деген ой санасында сырғып өтті. Енді не істемек керек? Кенет көзі түсті, дәліздегі есік тұтқасында ағарған шүберек байлаулы тұр екен. Байлауын тарқатты. Тәтті иісі бұрқ ете түсті. Орамал тани кетті. Анасының ақ жаулығы. Үкі түкісі шығып, сәл-пәл кір шалса да, анасының көзіндей дүние жігіттің жүрегін елжіретіп жіберді. Танауына апарып, бір иіскеп алып, сонымен келіншегінің ішін таңды. Ал әйелінің ішін немен байлап жатқанына мән беріп жатуға да мұршасы жоқ. Көзін тарс жұмып алған, күйеуі бүк түсіп, сұлық жатыр. Келін сол жатқаннан ұйықтап кетті. Түнде түс көрді. Ертеңіне ештеңе болмағандай, ауруынан құлан-таза айығып шыға келді. Және өзі бұрынғыдай емес, өмірге қайта туғандай. Сынық өңінде бір түрлі ізгі ойдың табы аңғарылды. Күйеуі жұмысына жиналып жатқан. Мамам қалай екен? Сен оған қашан бардың? Деп сұрады. Күйеуі өз құлағына өзі сенбей,
Не дейсің? Кімді айтасың? Деді. Мамамды айтам. Оған қарттар үйінде қиын болар. Біз оны үйге алып келсек қайтеді? Өзім қараймын. Мен, деп иегі кемсеңдеп жылайды ал. Жігіт ақылдан аңтарылып әлі тұр. Мамам дейді. Бұлай айтпайтын едің ғой. Үнемі сенің мамаң, сенің шешең деп сөйлейтін еді. Бүгін не болған? Әлде ауырып тұр ма? Әйелінде өзгеріс бар. Біраз егілген әйелі басын жастықтан көтеріп. Түс көрдім. Менің ішімде бүріп, теуіп жатқан дүниеге келетін болашақ сәбиіміз екен. Ол, сен менің мамам емессің, себебі сен менің әжемді далаға тастадың. Сен жамансың деп ішімді тістелеп, өкшесімен тепкілеп жатыр екен. Сонда мамам келді. Басындағы ақ жаулығымен ішімді жапты. Содан сәби тынышталды. Оянып кеттім. Белімді сипасам, жып-жылы жұмсақ орамалға қолым тиді. Мамамның жаулығы екен ғой, ішімді сонымен таңған екенсің. Айналайын, ақ мамам-ай, сен тезірек барып мамамды үйге алып келші. Сағындым. Мен оған шейін үйді жинап, бөлмесін әзірлеп, шоланға апарып тастаған оның заттарын кіргізіп қояйын. Дастархан жайып, тамақ әзірлейін. Не ғып тұрсың? Барсаңшы енді, деді. Күйеуінің көзінен ыстық жас тамшы пытырлайды. Я, күнім, жаным, мен қазір деп есікке қарай ұмтыла берді. Осы сәт Алланың да ақ жарығы, күннің сәулесі әйнектен сығалай, сыналай құлап, үйдің ішін самала нұрға бөлегендей.